Мынау енді вообще супер нәрсе. Былай басқарып, былай не қылып. Енді 2 сағат, 3 сағат бір жерде аралап жүрмейміз. Қараңыздар, очкиді қалай сатып алып отыр. Егер араларыңызды көріп отқан таксисттер болатын болса, уже дайындала беріңіздер болашаққа. Бірақ енді қазақтардың ақылды ғой енді. Жассан интеллектке де пара алуды үйретіп тастауы мүмкін емес. Келген нәрсені қашықтықтан басқаруға болады енді, сенсорды. Қараңыздар, қандай волна арқылы, кәдімгідей қолдағы жесттер арқылы, қимылдар арқылы кәдімгідей экранды басқарып отыр, қайда бару, қандай не істеу керек деген сияқты. Вот осындай жаңа бір технология қазіргі таңда біразіне қызық та шығар осы нәрсе. Былай басқарып, былай не қылып. Мынау жаңадан шыққан технологияға қарасаң, кез келген гаджетті, кез келген сенсорны экранды осылай үйде отырып басқара береміз. Ана үйде болады ғой, пульт қайда деген сияқты тема енді болмайды ғой, короче. Каналға былай ауыстыра бересіздер қолдарыңызбен. Вот. Одан кейін келесі нәрсеміз. Мынау енді вообще супер нәрсе. Стэнфорд университетін білесіздер ғой да, жалпы әлемге әйгілі, әлемді барлық білетін танымал университеттің бірі. Мынау университеттің ғалымдары жалпы кәдімгі жасанды интеллектке дрифт жасау. Кәдімгі машинаны кәдімгі кәсіби профессионал ретінде айдауға үйретті. Қараңыздаршы, қасында компьютермен отыр адам, и рульде ешкім отырған жоқ. Ешқандай неге соқтығыспай анық жүріп отыр. Енді нәрсе не шығады енді? Жасанды интеллект енді уже профессионал түрде уже дрифт жасап, кәдімгі Формула 1-ге қатысатындай дәреже жетті да, енді бұдан келетін нәрсе таксист енді вообще керек емес. Егер араларыңызды көріп отқан таксисттер болатын болса, уже дайындала беріңіздер болашаққа. Не боласыздар, қандай неге кетесіздер, болашақта не күтіп сіздердің орындарыңыздан алар стоп-тобы не алады. Но даже кәдімгі қарапайым кейбір жүргізушіден өте мықты профессионал. Енді өздеріңіз көріп отырса, қандай дәрежеде жүргізіп отырмын, көздеріңізді көрініп тұр барлығы. Енді сондықтан да ойлаңыздар, заман уже бұрынғыдан да тез дамып жатыр. Енді дәл осы коронавирус кеше айтып өттім сіздерге. Дәл осы коронавирустың кесірінен енді адамдардың орнын роботтарға енді тезірек ауыстыруға уже көшеді адамдар. Жалпы компаниялар, бизнесмендер, кәсіпкерлер уже үнемдеу ғой енді сөзін. Келесі жаңалық. Бразилиялықтар енді бізге қалай танылған ол кісілер, бізге жалпы футбол ойнайтын адамдар ретінде танылған ғой бізге. Ең не олар ғалымдар айтты, біз тек қана футбол ғана ойнай алмаймыз, бір шутка ғой енді. Біз осындайда ғылыми жаңалықтарды ашамыз деген сияқты бір өздеріне. Мынау сурет қана, әзірге сурет қана. Мына Бразилия ғалымдар бауыр бар, кәдімгі бауыр. Соны 90 күнде өсіріп шығарды, қолдан өсіріп шығарды. Кәдімгі адамның органына қоятын бауырды 90 күнде өсіріп шығарды. Керемет, уже адамның органдарын уже қолдан өсіріп, кәдімгідей принтерді басып, уже шығарып жатты. Енді білмеймін, заман қалай кетіп жатыр, енді болашақта уже біз донор іздеп, анау іздеп деген сияқты біреудің бүйрегі несі кәдімгідей ауырып қалатын болса, өйтіп дайынымен ауыстыра беруге болады ғылымның арқасында. Енді пока что бауырды шығарды, өткенде жүрек шығар, енді жүрек стоп-топ емес енді. Бірақ енді осылай дамып кете береміз. Одан кейін келесі жаңалығымыз. Мына бір қызықты видеоны қарасаңыздар, бұл бірнеше сайттар, осы Украинада шыққан бір-екі сайт бар, еще Америка шыққан сайт. Болашақта біз нені заттарды осылай сатып аламыз. Мына видеоны қараңыздаршы. Мына қараңыздар, очкиді қалай сатып алып отыр. Просто бетін қояды камераға и просто көзіне очки таңдайды. Немесе келесінен таңдайды. Дәл осындай бір компания шыққан Украинада тоже, бірақ ол аяқ киімді камераны аяқ киімге қоясың, саған уже камерада көрсетіп береді сенің қандай аяқ киім түсін таңдайсың, түсін өзгертесің деген секілді. Мына кісі кәдімгі таңдап өзін очки таңдап отыр ғой, осы секілді. Енді болашақта енді супермаркет аралап, үйді аралап, былай не магазиндар аралап ешқашан да уақытымыз кетірмейміз. Не істейміз, просто так камера аламыз, телефонды аламыз и все, короче. Өзімізге сканер жасаймыз и сразу өзіміз киіміне саламыз. Енді 2 сағат, 3 сағат бір жерде аралап жүрмейміз. Вот. Енді не десек, мынандай торговый центрлерді жабылуы мүмкін деген сияқты ғой, сояқтан магазин. Уже не перспективно, себебі бәрі онлайнға көшеді, үйде отыр, үйден шыққысы келмейді көпшілік болашақта. В общем, заман тез келіп жатыр. Бұрынғыдан да тез көбірек жаңалықтар шығып жатыр, тез ақпараттар шығып жатыр. Одан кейін Японияның Toshiba деп аталатын компаниясы бар. Toshiba деп аталатын компаниясы. Бұл компания не үшін айтып жатырмын? Бұл компания жалпы ракты бір тамшы қаныңызды тексеру арқылы 2 сағаттың ішінде сізде рак бар ма, жоқ па соны анықтап бере алады.
бірақ енді сіздерге бір енді ол рак ауруымен ауырып көрмеген екен біз көпшілігіміз білмейміз ғой, бірақ енді бұл деген сөз ғалымдардың ішінде ойбай керемет жаңалық қой, мынау керемет аппарат ретінде қолданып жүрміз, бірақ енді білмейміз ғой. И оның бағасы примерно 60 000 теңге тұрады екен бір несі, зерттеп берген. Бірақ енді біз 60 000 теңге қазақ теңгеге шаққан ғой, енді былайша қарағанда көп ақша 60 000 теңге. Бірақ өздерінің арасында бұл өте арзанға түскен сияқты қылып көрсетеді да. Бұл үшін ракпен ауырғандар біледі, короче. Мынау керемет жаңалық болды. И бір тамшы қаннан еще бір несі бар. Бұл 99%-ға басқаларға қарағанда дәл анықтап береді екен. Сенде рак бар ма, жоқ па? Енді общем айтқанда бір өлімге апаратын аурудан ертерек жолын табу, ем табу деген сияқты ғой. Вот осындай бір керемет жаңалық болды. Голливудтағы кез келген фильмдеріңіз бар, сода басты рөлде сомдауларыңыз болады. Оған дәлел мына бір мистер Бинді бәріміз танитын шығармыз. Өте күлкілі, өте комедийный адам. Соның бір видеосын көре салайықшы, мына видеосын. Біздің өзімізде көп комедияға түскен мистер Бин енді Диордың рекламасында бір қыздың рөлінде, басты кейіпкердің рөлінде беті солай ауысып кеткен. Міне көресіздер, технологияның арқасында енді адамның түрінде кез келген уақытта өзгерте береді. Кәдімгі рөлде тұр да бағана мистер Биннің түрі. Просто суретке түсесіз и соған қоясыз. Қазіргі таңда Голливудтың кинолары қазір көп қолданып жатыр. Қазір интернетте көріп жатқан видеоларымыз бәрі осы deepfake деп аталатын технологияның арқасында шыққан нәрсе ғой. В общем, deepfake дегенде fake деген нәрсе, fake news деген сияқты ғой, өтірік деген сияқты. Вот осындай технология шыққан енді кез келген адам мен бізге қарапайым халықтың өзі қазір Ди Каприоның орнында рөл ойнауға болады. Тағы кім бар? Енді тағы сол сияқты ғой. Мына Бред Питттің мына мистер Биннің өзін көрген кезде біраз жерге барып қалдық күлкіден. Вот одан кейін Индонезия. Мынау Индонезияның президенті Джокондо Видодо деп аталатын мынау Индонезияның президенті мынау бір қызық нәрсе жасады. Жалпы бір өзінің мемлекеттік қызметкерлерін уже жасанды интеллектке біразын ауыстырып тастады. Түсінесіздер ма? Жасанды интеллектке ауыстырып тастады. Яғни енді мемлекет оның не үшін ауыстырып тастады? Бірінші мақсаты жемқорлықты жою. Мына жаңалықты естіген кезде мен кәдімгідей қуанды. Мынау дәл біздің Қазақстанға керек екен деп ойлаймын. Енді осы мен ғылым білімге кететін болсақ, бізде жемқорлықты жеңуге де бізде шанстар болады екен. Мынау Индонезияның президенті уже соны дәлелдеп жатыр. Егер бірінші енді әрине тестілеп жатыр. Егер сәтті шығатын болса, онда бүкіл үкімет орындан уже сол жасанды интеллектке сондай барын операционкалар бар, соның бәрін жасанды интеллектке ауыстырады. Себебі сол кезде жемқорлықты 100% тоқтатамыз дейді. Ешкім сол кезде ешқандай ақша аламайды, себебі ақша өтетін жерлердің бәрін осылар отырады жасанды интеллект. Енді білмеймін, біз бірақ қазақтардың ақылды ғой, бірақ жасанды интеллектке де пара алуды үйретіп тастау мүмкінбіз де. Менің өзімнің бүгінгі жинаған жаңалықтарым осымен аяқталды. Егер сіздер таңғалдырған болса, осы жаңалықты достарыңызға бөлісіңіздер, себебі олар да білсін әлем қайда кетіп қалған, олар әлі машинамен болмағанда таксист боламын деп жатқан шығар, ойлап жатқан шығар көпшілігі. Оқымай ақ қоямын, таксист бола саламын деп Яндекске тұрып аламын, айына 200 теңге. Ол кетеді, ол 2 жылда таксистте кетеді, бәрі кетеді. Сондықтан да сіздер дайын болыңыздар. Соң бағдарлама аяқталды. Сіздермен болған мен Сапар. Рахмет барлықтарыңызға. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.